Армысыз құрметті көрермен, Әзербайжан-Қазақстан матчынан кейін әрине әр-сәрі күйде отырмыз. Қанша жолдастық кездесу болса да жеңілістің салмағы өте ауыр. Оның үстіне 2-0 есебімен алда тұрып, Қазақстан құрамасы өз тарихында тұңғыш рет қарсыласқа камбэк жасауға мүмкіндік беріп қойды. Бұған дейін де 1 гол соғып, одан кейін жеңілген кездеріміз аз болған жоқ, бірақ 2 гол соғып тұрып жеңілген кезіміз осы. Сондықтан бұл матчтың салдары қандай болады? Балтиев соңғы ойында құрама бапкерінің міндетін атқарушы ретінде Станислав Черчесовке үлкен ой қалдыра алды ма деген сұрақтарға жауап іздейікші. Ендеше өзімізше бір ой талғап көрейік. Еуропа чемпионаты басталуға аз уақыт қалды. Финалға қай құрама шығады? Жартылай финалда қандай командалар ойнайды? Финалда чемпион атанатын команда қайсысы? Ең көп гол соғатын құрама қандай? Міне осы 4 сұраққа жауап тауып, 10 миллион теңге ұтып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Комментарийде бекітілген сілтеме арқылы өтіп, фондағы достарымыз ұйымдастырған болжам байқауына қатысыңыз. Жүлде қоры 10 миллион теңге. Көбірек дәл болжасаңыз, көбірек ақша ұтасыз. Сәттілік тілеймін. Ал меніңше финалда Италия мен Бельгия ойнайтын сияқты. Сіздің ойыңыз қандай? Сілтемесі комментарийде тұр. Құрметті көрермен, қалай дегенде де Магомед Адиевтің құрамадан кенеттен кетуі жалпы өте ауыр болған сияқты. Енді Адиев осы жол команданы өзі 2 ойында баптаса, содан кейін барып қана Черчесовтың қолына тапсырса қалай болар еді дегенде сұрақ келеді көкейімізге. Бірақ Армения, Әзербайжан біз үшін ыңғайсыз қарсыластар болып қала беретін сияқты. Әрине, бұған дейін Әзербайжанмен 11 рет кездескенбіз, 5 рет жеңгенбіз, 3 рет жеңілгенбіз, 3 рет тең ойнағанбыз. Бүгін Әзербайжан сол статистиканы өз пайдасына өзгертті, яғни 4-ші жеңіске жетті. Және ең қызығы Әзербайжан мен Қазақстанның арасындағы 3 жолдастық кездесу, 2 жолдастық кездесу және бір ресми кездесу осы 3-2 есебімен түгелдей Әзербайжан құрамасының пайдасына аяқталып отыр. Бұл сонда тенденцияға айналып бара жатыр ма, дәстүрге айналып бара жатыр ма дегенде қорқынышымыз жоқ емес. Естеріңізде болса, 2022 жылы Ұлттар лигасында С дивизионында ойнап жүрген кезімізде Магомед Адиев алғашқы құраманы қолға алған кезде біз осы Әзербайжаннан жеңілгенбіз. Әрине бірінші матчта Абат Айымбетовтің дубльмен топ бастап кеттік. Одан кейін соңғы ештеңе шешпейтін кездесуде 0-3 есебімен жеңілгеніміз есімізде. Александр Марочкин ол кезде өз қақпамызға гол соқты. Нұралы Әліп алаңнан қуылды, 2 сары қағаз алып, одан кейін тағы 2 голды қарымтасыз 2 гол соқты. Әзербайжан сөйтіп 3-0 есебімен жеңген еді. Ал бұл жолы 2-0 есебімен жеңіп тұрып жеңілетіндей не күн туды дегенде ой келеді. Бір қарағанда бірінші тайм өте жақсы болды. Біздің команда қарсыласқа допты беріп қойып, былай қарсы шабуылдармен тез шабуыл ұйымдастыруға тырысты және дегеніне де жетіп отырды. 2-ші минутта гол соғып алғаннан кейін тіпті ары қарай 28-ші минутта тағы да мергендік танытты біздің шабуылшыларымыз Максим Самородов. Былай қарағанда матчтың тағдыры түгелдей қолымызда тұрғандай еді. Бірақ неге біз тура үзіліске кететін уақытта өз қақпамызға гол жібердік? Неге 2-ші таймда әзербайжандардың ойынға оралуына мүмкіндік беріп қойдық? Яғни мұны Венгрияның Сомбатхай қаласындағы стадионда отырған күні ертең Ахматтың бапкерлік құрамына кіретін Руслан Балтиев те, тіпті құраманың жаңа бапкері сырттан тамашалаған Станислав Черчесов те нақты аңдай алды ма екен дегенді ой туады. Өйткені қараңыздар, біз әдетте Игорь Шацкийді ұлттық құраманың негізгі қақпашы ретінде білеміз. Магомед Адиев келгелі бұл мәселе тіпті талқыланбайтын да болды. Стас Покатилов неге жоқ, Бекхан Шайзаде неге қойылмайды дейтін сұрақтарға тіпті бас қатырмайтын болғанбыз. Бірақ Армениямен ойыннан кейін Руслан Балтиев эксперимент жасап, алдымен Заруцкийді, одан кейін Устименканы қойып көрді. Осы эксперименттердің өзі қазір бізде былай айтқанда Шацкийдің нөмірі 1-ші қақпашы екенін тағы да таныта түскен сияқты. Әрине Заруцкий бірінші таймда жаман ойнаған жоқ, бірақ кішкене қимылында бәрібір сенімсіздік болды. Дебюттің аты дебют. Бір шешімді ойнайтын жерлерде допты күмәндана қағып қарсыласының алдына түсірген сәттер де болды. Сосын алыстан келе жатқан доптарды бір созылып барып ұстап кішкене уақытынан кеш секіргенде жүректі дүрлеткен сәттер болды. Ал Данил Устименканың дәл қазіргі сәтте Қайраттың негізгі құрамына іліне алмай жүргені не себептен екені де белгілі болды. Яғни Данил Устименко осыдан
қанша 5 жыл бұрынғы, яғни 2019 жылы үлкен футболда дебют жасады десек, сол кездегі бір қызуғанды жігіттің әлі де ішкі толқынысын баса алмағанын аңғартқан сияқты. Әйтпесе жарайды, пенальтиді қайтара алмады дейік. Ал негізгі шешуші голды әзербайжандар соққан сәтте оның жақын бұрыштан тура қарсы алдынан секірген допты ұстай алмай қалғанына жол болсын дейміз. Осы Устюменко жалпы халықаралық алғашқы матчтарды өте сенімсіз өткізеді. Естеріңізде болса, Қайратпен Цервена Звезда Еурокубокта кездескенде Белградтан 0-5 есебімен жеңілген болатын. Сол кезде дәл осы Данил Устюменко қақпада тұрған еді. Әрине жамандық тілемейміз жас қақпашыға, бірақ ол соңғы кезде Қайраттың қақпасында Вадим Ульяновқа мүмкіндік беріп қойды. Ульянов қазір тіпті тек қана Қазақстан чемпионатында, яғни ХПЛ-да ғана емес, Қазақстан кубогында да алаңға негізгі құрамда шығып жүрді. Сондықтан көрдіңіз бе, Устюменконың осы қосалқы құрамда отыруы жалпы психологиялық тұрғыдан оған бір ауыр екенін аңғаруымызға болады. Әрине, бірінші ойыншыны қатты кінәлауға да болмас, бірақ осыдан кейін Устюменко құрамаға шақырыла ма дегенде ойлайды. Өйткені Станислав Черчесов өз кезінде өте мықты қақпашы болған, оның ойынын тіпті өз көзімізбен көрдік. Кәдімгі жоғары деңгейлі қақпашы болды. Ресей құрамасының нөмір 1 қақпашысы болды. Мынау Овчинников, Нығматуллиндердің, Филимоновтардың дәуірі туғанша осы Черчесовтың шеберлігі ешқандай күмән келтірген жоқ. Демек, Заруцкий де, Шацкий де, тіпті ойыны өте тұрақты дейтін Покатиловты, осы Устюменко да, қазір сәл сырқаттанып қалған Бекхан Шайзада да бәрі енді алдағы осы күзге дейінгі 2,5 айда Станислав Саламұлының тікелей көз алдында болып бақыланады деген сөз. Сондықтан әзірше Шацкий Магомед Адиев кезінде өзінің орнына ешқандай күмән тудырмаса, біз күзге қарай жағдайдың қалай өрбитінін әзірше болжап біле алмаймыз. Яғни қақпадағы негізгі тұлға кім болатынын әзірше жауап айту қиындау. Ал қорғаныс өте үлкен эксперимент қажет етеді. Руслан Балтиев Әлібек Қасымға үлкен мүмкіндік берді. Белгілі бір жерде Әлібек Қасым жамандық ойнаған жоқ, бірақ жалпы 2 ойында 5 гол жіберіп алсақ, және ол ойында Қазақстан құрамасы 3 орталық қорғаушымен ойнағанын ескерсек, жалпы біздің қорғаныстың іске алғысыз екенін айтуымызға болады. Александр Марышкин де көп қателесті. Бүгін оң қапталда ойнаған Быстров та, Габышев та ойынға сондай бір жақсы серпін қосылған жоқ. Сол қапталда ойнаған Вараговский де 2 ойында да қатты қателесті. Тіпті Армениямен ойында Вараговскийдің қатесінен жеңіс гол соғылғанын да жақсы білесіздер армендардың. Ал бұл жолы 2-ші таймда шыққан Роман Асранқұлов та бір керемет әсер қалдырды дей алмаймыз. Орталық қорғаныста да тағы да эксперимент жасауға тура келетін шығар. Өйткені Әліп, Марышкин, Қасым үштігі бізді аса бір қатты сендіре алған жоқ. Әрине, әзербайжандар кәдімгі ойын тізгінін қолға ұстап қатты қысым жасаған сәтте осы 3 қорғаушының да талай қауіпті сәттерін құтқарған кездер болды. Бірақ жалпы алғанда 3 гол деген олардың жалпы қорғаныс үлгісінің, қорғаныс деңгейінің қандай екенін көрсетсе керек. Асқат Тағыберген мен Әділет Садыбеков ойнады Әзербайжанға қарсы орталық артқы жартылай қорғаушы ретінде. Бірақ бірінші таймнан кейін неге Садыбековті алып тастағанын түсінбедім өз басым. Садыбеков жаман ойнаған жоқ, бірақ оның жас ойыншы ретіндегі тәжірибесіздігі көрініп қалды. Айбалаңнан шығатын сәтте бір алдауға тырысып, қасында тұрған ойыншыға пас бермей, немесе бірінші паспен шабуылды бастап кету деген мәселеде Әділеттің кешігіңкіреп жатқанын ұқтық. Бірақ енді жалпы осы позицияда Қазақстанда ойыншылар тапшы екенін білесіздер. Аслан Дарабаев қазір командасыз, оның қазір қай жерде жүргенін мүлде білмейміз. Юрий Перцух құрамаға мүлде шақырылып жүрген жоқ. Бахтияр Зайнутдиновтың кейде осы позицияға түсіп ойнайтын бар, бірақ оның өзі осы жарақатына байланысты бұл жиынға мүлде шақырылмады. Демек, Асқат Тағыбергеннің қасына кім келетіні, яғни Әділет Садыбековтың алдағы уақытта толық орнайтын орнамайтын да белгісіз. Тіпті Асқат Тағыбергеннің өзінде алдағы уақытта асып кетсе 1-2 жылда құрамада ғұмырын аяқтайтынын өздеріңіз де білесіздер. Және бұл позицияға кандидат ойыншылар саусақпен санарлық, өйткені премьер-лигада осы бір аса жауапты позицияда ойнап жүрген жалпы Қазақстанның паспорты бар ойыншылар өте сирек. Қай командаға қарасаңыз да, мысалы Макс Эбоновты айтсақ та, Астанада жүрген, Тобылда жүрген Эссен Эдедемді айтсақ та, Қайратта жүрген Дмитрий Сергеевті айтсақ та, Әділет Садыбекпен бірге көпшілігі легионерлер. Сондықтан бұл жерге ойыншыны аса бір ыждахатпен мұқият қарап табуға тура келетін сияқты.
шабуылға осы жолы Абат Айымбет пен Максим Самородовты шығарды, бірақ Максим қашанғысынша сол жақтағы вингердің рөлін көбірек ойнады, өйткені оң қапталда Рамазан Оразов жүрді. Бірінші таймда екі шабуылшы өзін-өзі ақтады, бір-біріне пас беріп гол соқты. Сондықтан ал екінші таймда біз жалпы ортада допты ұстайтын, кәдімгі әзербайжандар жаппай шабуылдағанда бұлт еткізіп күтпеген шешім қабылдайтын ойыншының жоқтығын байқадық. Бауыржан Исламхан шыққаннан кейін осы олқылық орнына келер деп күткен едік, ол үмітіміз ақталған жоқ. Жалпы екінші таймда алаңға шыққан 5 ойыншыда былай айтқанда ойынның тағдырына қатты әсер ете алған жоқ. Керісінше команданы сәл әлсіретіп жібергендей көрінді. Исламбек қуат шыға салысымен қарсыластың ойыншының ту сыртынан шабуылда пенальти белгілетті. Енді Исламбектің кішкене қаталдау ойыншы екенін білеміз, бірақ өзіміздің айбалаңында мұндай орталыққа, мұндай өрескел қимылға жол бермеу керек екенін ол бізден де жақсы біледі. Сондықтан пенальтидің белгіленгеніне ешқандай да бір дау айта алмаймыз. Сондықтан жалпы екінші таймда шыққан ойыншылар керісінше біздің ойынның қожырауына себеп болғанда сияқты. Ислам Чесноков жарақатына байланысты шыға алмай қалды, сондай бір креатив ойыншы жетіспей тұрды. Бахтияр Зайнутдиновтың жоқ екенін айттық. Сондықтан алдағы уақытта Станислав Черчесов осы ойыннан кейін көп ізденуге тура келетін сияқты. Әрине комментарий беріп, мен жігіттердің ойыны ұнады, бірақ жалпы біраз мәселеде сөйлесуге тура келеді деген сөзін жадымызға тұтып алдық. Демек алдағы уақытта енді Черчесов дәл Әдиев сияқты Қазақстан премьер-лигасының ойындарын тікелей стадиондардан барып тамашалап, кандидаттарды өз көзімен көріп, іріктеп, кем дегенде 50-54 ойыншының немесе 40-45 ойыншының тізімін жасап алып, содан мұқият таңдағанын қалайтын едік. Магомед Әдиев тамаша 2 іріктеу циклін өткізгеннен кейін, яғни біз Қазақстан құрамасын бұрын-соңды болмаған биікке жеткізгеннен кейін, құрамада буын алмасу процесі жүру керек дегенді айтып қалған және ақырындап соны бастай берген Роман Асранқұловтардың және Әділет Садыбековтердің келгенінде біз содан байқағанбыз. Бірақ сол ойыншыларды құрамаға тұрақтатпай, әлде сүйегін қатайтпай, Әдиев кетіп қалды. Енді бүкіл ауыртпалық қалай дегенде жаңа бапкерге түсіп отыр. Сондықтан бірақ біздің бір ойымыз айтады, Станислав Саламұлы қашанда нәтижеге жұмыс істейтін бапкер, оны бір диктатор ретінде көрсетіп, ойбай ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болады екен деп жатқандар да жетерлік. Бірақ жалпы Еуропада жұмыс істеген, ұлттық құрамамен әлем чемпионатының ширек финалына дейін жеткен бапкер ешкімнің ақылынсыз ақ командамен қандай қарым-қатынас құру керек екенін бізден де жақсы біледі деп ойлаймыз. Сондықтан алдағы уақытта күні бұрын көлеңкесінен үрке бермей, бір жақсы нәтижеге ішімізден өзімізде жақсы ниет білдіріп қойғанымыз дұрыс шығар. Әттең-ай, Абат Айымбетов пен Максим Саморовтан басқа бір жақсы шабуылшы әлі төбе көрсетпей тұр. Осы жылы Рамазан Кәрімов шақырылған, бірақ оған мүлде мүмкіндік берілген жоқ. Екінші таймда Абатты алып тастағаннан кейін Максим алға шығып ойнады, бірақ оған мүлде пас жеткен жоқ. Әрине Рамазан Оразов пен Абаттың бір тамаша мүмкіндіктері голға айналдыра алмаған өкінішті. Бірақ шынында да футболда заңдылық жұмыс істейді. Яғни сен соқпасаң мен соғам дейді. Бірінші заңдылық, егер сен үзілістің алдында гол жіберіп алсаң, бұл ойын түгелдей қожырап кетуі мүмкін. Сол заңдылық түгелдей іске асты, өйткені 2-0 есебімен алда тұрған Қазақстан құрамасы 42-ші минутта өз қақпасына гол жіберді. Екінші таймда керісінше қуып жетушінің, қуалаушының күйін кешті. Ал Рамазан Оразовтар, Абат Айымбетовтер тамаша мүмкіндікті пайдалана алмағаннан кейін сен соқпасаң мен соғам деп, осылайша Әзербайжан құрамасы футболдың заңдылығын түгелдей іске асырды деуімізге болады. Оның үстіне Әзербайжанда тура біз сияқты қазір Джанни Дебиязи кеткеннен кейін бұл команданың тізгіншісі әлі де белгісіз. Ариф Асадов әзірше дәл сол Руслан Балтиев сияқты бас бапкердің міндетін атқарушы болды. Бірақ осы ойыннан кейін осы Әзербайжан құрамасының тізгінін ұстайтын бапкер бір жақсы іштей жақсы ойға бекіп, бір жақсы команда бар екен дейтіндей де ыңғай тапты дей аламыз. Ал бізде дәл сондай ойға қарапайым жанкүйердің өзі де бекімей отыр. Сондықтан алдағы уақытта қалай дегенде де күздегі ұлттар лигасына дейін біздің командалар, біздің құрама ойыншылары жалпы өздерін бір жақсы жағынан көрсетуге мүмкіндік табады деген ойымыз бар. Әзербайжан құрамасы осымен бізді 4-ші жеңіп отырғанын айттық және есептерінде қайталатынын айттық. Ең бастысы осы екі ойын жалпы Қазақстан құрамасының сәтсіз сериясын одан ары жалғастырды. Биылғы Грекиядан 0-5, Люксембургтан 1-2, Армениядан 1-2, Әзербайжаннан 2-3 есебімен жеңіліп отырмыз. Және өз тарихымызда тұңғыш рет осындай
камбэк жасауға қарсыласқан мүмкіндік беріп қойып отырмыз дегенді де қоса айттық. Ал енді жалпы не деуге болады? Жалпы бұл ойын жолдастық кездесу болса да еңсемізді кәдімгідей түсіріп тастады. Жалпы көптен бері біздің құраманың алға бейберекет топты тебе салатын ойынын көрмеген едік. Бұл жолы тіпті ұсақ пастармен қорғаныстан шығып кету, шабуылды бастап кету деген мәселеде өте кешеуілдеп жатты. Сондай-ақ мынау алда жүрген Максим Самородов пен Абат Айымбетовтің тың кезінде соңғы қорғаушыдан асырып пас тастау бірінші таймда кәдімгідей нәтиже бергенмен, екінші таймда тіпті де тиімділігі көзге ұрған жоқ. Сондықтан жалпы жаңа бапкер мүмкіндік болса, әлгі А жоспар жүзеге аспаса, Б жоспар жүзеге аспаса, С-ны пайдаланатындай бір жақсы тактикалар ойлану керек сияқты. Әрине команданың бар мүмкіндігі осы, бұдан артық өзінің басынан артық секіре алмайды деп күні бұрын түңілуімізге де болады. Бірақ бұл біздің ұлттық құрама. Қалай дегенде де Еуропада өзінің кез келген қарсыласымен тең дәрежеде ойнай алатынын көрсеткен. Оның үстіне Станислав Черчесов осы матчтан кейін Германияға жол тартып, Германия, Шотландия, яғни беташар матчты көретін еді. Одан кейін біздің алдағы қарсыластарымызды, яғни Австрияның ойынын тамашалайтынын, Словенияның ойынын тамашалайтынын айтты. Демек, алдағы ойындарға қазірдің ақпарат жинауға кірісіп кетті деген сөз. Ұлттық құрама бапкері болу деген тек өз командаңды дайындау емес, қарсылас туралы молынан ақпарат жинау. Сондықтан бұл мәселеге әрине біз дұрыс екен деген көзқарастамыз. Ең бастысы бұған дейін осы Дания дейміз, Австриямен де, Словениямен де кездескенбіз. Тіпті Словения бізде осы соңғы Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңінде 2 рет жеңіп кетті. Одан да есе қайтаратын мүмкіндік алда бар. Норвегиямен тұңғыш рет кездеспекпіз, және 7 қыркүйекте дәл сол Норвегиямен ешқандай жолдастық кездесусіз алаңға шығуымыз мүмкін. Өйткені тамыз айында ешқандай да FIFA-ның терезесі жоқ. Сондықтан Станислав Соломон үлкен шаруа күтіп тұр деуімізге болады. Әрине 4 ойында қатар жеңілдік деп салымызды суға кетіріп, кәдімгі жер тоқпақтап ой байлап, бізде құрама жоқ деп кәдімгі жұрттың түгел тасқынына еріп кетуге де болады. Бірақ бізде бұдан артық жігіттер де жоқ. Сондықтан сенейік, бұған дейін 2 жыл айды аспанға шығармаса да бізді Еуропа чемпионатының елесіне елтіткен команда ғой. Сондықтан бәрі де қадамымыз түзеледі деген үмітке сүйенулі болған жөн. Ендеше бұдан кейін құраманың жігіттердің көпшілігі Еурокубокқа қатысады. Өйткені Ордабасы, Астана, Ақтөбе және Тобыл командалары 1,5 айдан кейін алғашқы іріктеу кезеңінен, тіпті 1 айдың көлемінде алғашқы іріктеу кезеңінен бастап кетеді. Қазір Астананың қимылы қадам аса сенімді емес екенін білесіздер. Ордабасы мен Ақтөбе ойынын қайта таба бастады. Ал Тобыл көп сүрініп кеткеннен кейін тіпті Чурчич негіз бас бапкер міндетінен босатты. Қазір Нұрбол Жұмасқалиевқа тапсырылып отыр. Егер Нұрбол Жәрдемұлы осы Тобылда 1 айдың ішінде кәдімгідей жақсы арнаға түсіре алса, бас бапкер болып толық бекиді деген де әңгіме бар. Сондықтан осы ұлттық құрама ойыншылар көбірек ойнайтын командалардың құрамына әрине көбірек алаңдайтынымыз рас. Ендеше жалпы тағы да қайталап айтамыз, жер сабалай бермей, біз құрама туралы мүмкіндік болса жақсы ойласып, тіпті мұны белгілі бір дәрежеде әлеуметтік желілер арқылы немесе басқа да платформалар арқылы жақсы ойыншылардың пасына, голына, тіпті алаңда қимылына сүйсініп, былай айтқанда бас бапкерге, бапкерлер құрамына пас беріп, өзімізше бір жақсы ниетке бекеніміз дұрыс. Алдағы уақытта бас бапкердің бапкерлік штабы да түгелдей белгілі болады, және оған қазақстандық мамандар да кіреді деп отыр. Ендеше біз пайымдайтын, біз ой жүгіртетін мәселе өте көп. Бірге болайық, құрамаға жанкүйер болайық.